Сәлем достар. Сәлем достар. Сіздермен бірге мен Айсана және Амина және олардың ойыншық достары. Мен бүгін қыздарға қонаққа келдім. Өйткені олардың ойыншықтары көп нәрселерден қорқады екен. Кім неден қорқады, соны сұрап, көмектесуге келдім. Ендеше бізбен бірге болыңдар. Бірінші Айсананың аюына барам. Сәлем, аю. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Аю, сен неден қорқасың? Мен қорқам қараңғыдан. Қараңғыдан қорқасың ба? Әрине, аю, сен сияқты сүйкімді балалар қараңғыдан қорқады көбісі. Бірақ қараңғыдан қорқудың қажеті жоқ. Өйткені таңертең күн шығып жарық болады. Ал күн шаршап, ол да ұйықтағысы келгенде орнына аспанға жұлдыздар мен ай шығады. Сол кезде қараңғы болады. Сондықтан қараңғы түскен кезде сен күн демалып жатыр деп ойла. Өзің де демалып ұйықта. Сол кезде қорқпайтын боласың. Ал егер қараңғы бөлмеден қорқсаң, міндетті түрде жарықты жағып қой. Келістік пе? Иә. Енді қараңғыдан қорқпайсың ғой? Иә. Қараңғы түскенде міндетті түрде күн ұйықтауға кетті деп ойла. Жақсы. Келесі досың кім? Кім мынау? Балапан, сәлем. Сәлем. Қалың қалай балапан? Жақсы. Сондай сүйкімді сап-сары балапан екен. Балапан, сен неден қорқасың? Мен бір үйде қалғанда қорқам. Сен жалғыз өзің үйде қалудан қорқасың, иә? Иә. Әдетте балапанның ағалары, әпкелері, бауырлары көп болады. Балалар, сендер тауықты білесіңдер, о қасына көп балапан ертіп жүретінін. Мына кішкентай сары балапан жалғыз қалудан қорқады екен. Сен қорқпа жалғыз қалудан. Жалғыз қалсаң, ішіңнен ертегілер айт, өлең айт, ән шырқа, би биле. Сол кезде көңіл күйің көтеріліп, қорқпайтын боласың. Жалғыз өзің қалған кезде рахаттанып, демалып, ойланып, тіпті жалғыз өзің ойнауға болады. Келесіде жалғыз қалуға қорқасың ба, балапан? Жоқ. Жақсы, жыламайсың ғой енді? Иә. Жақсы, жарайсың. Келесі мынау кім? Торай ма? Мынау? Торай, сен неден қорқасың? Мен сабындан қорқам. Сабыннан жуынғаннан қорқасың ба? Иә. Неге? Көзің ашиды ма? Иә. Жарайды. Торай, сен жуынудан қорқпа. Өйткені сабын сенің үстіңдегі барлық микробтарды жуып шаяды. Ал микроб болмаған кезде сен ауырмайтын боласың. Ішің ауырмайды, тісің, көзің өте таза боласың. Және күнде жуынып жүрсең, сенің достарың барлығы Торай қандай таза, Торай сондай ұқыпты деп мақтайтын болады. Ал аю, сен неден қорқасың? Мен тіс дәрігерден қорқам. Ой, тіс дәрігерінен мен де қорқатын едім, бірақ мен ол қорқынышты жеңдім. Себебі тісің ауырған кезде міндетті түрде дәрігерге бармасаң, тісің қатты ісіп кетеді және қасында тұрған көрші тістерді де ауыртуы мүмкін. Сондықтан кәмпитті қазір мүлде жемеймін, тәттілерді аз мөлшерде жеймін және тісімді күтіп ұстаймын. Тісті неше рет жуу керек екенін білесің бе? Жоқ. Күніне 2 рет жуу керек, таңертең және кеште. Сонда сенің тістерің ауырмайды, шірімейді және тіс дәрігеріне бармайтын боласың. Өзіңнің щеткаң, пастаң бар ма? Иә. Ендеше таңертең ұйқыдан тұрғанда және кеште ұйқыға жатарда былай тісіңді
айтып тазалауды ұмытпа, жақсы ма? Жақсы. Келесіде дәрігерге баруға қорықпа. Иә. Айсананың достары өте ақылды екен. Енді мен Аминаның үйіне қонаққа барғым келіп тұр. Сәлем, Амина. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Сенің үйіңде кімдер тұрады? Қандай ойыншықтар тұрады? Тышқан, арыстан және аю. Сенің әдемі тышқаның неден қорқады? Менің әдемім тышқаны мысықтан қорқады. Өйткені мысық тышқанмен дос па, жау ма? Жау. Жау. Я, барлық ертегілерден, өмірден көріп жүргендей, тышқан мен мысық бір-бірімен сыйыспайды. Тышқан, сен келесі жолы мысықты көрсең, оны тоқтатып қойып сөйлес. Кез келген адам, жануар болсын, өзінің жауымен қайтадан достасып татуласа алады. Егер сен мысықпен сөйлесіп, екеуің достасып, бір-бірлерінен кешірім сұрасаңдар, мысық сені қууға асықпайды, ал сен одан қорқудан қашады. Мысық сені қууға асықпайды, ал сен одан қорқпайтын боласың. Солай ма? Иә. Жақсы ма? Иә, жақсы. Ой, жарайсың. Енді мынау жолбарыс па, арыстан ба? Жолбарыс. Жолбарыс неден қорқады екен? Жолбарыс математика апайдан қорқады. Жолбарыс, сен не есеп шығару білмейсің бе? Иә, білмеймін. Көбейту кестесін жаттадың ба? Жоқ. Сондықтан сен математикадан қорқасың. Математика апайы саған не үшін ұрсады білесің бе? Өйткені сен есептерді дұрыстап шығару керексің. Ал есепті дұрыстап шығару үшін сандарды бір-біріне қосып, азайтып, көбейтіп және бөлуді жаттап алсаң ешқандай қиындығы жоқ. Келесі келгенде көбейту кестесін жаттап ал, жақсы ма? Жақсы. Ендеше келістік. Математика апайыңа сәлем жолдап қойшы. Сәлем апай деп айта ғой. Айта ғой жолбарсың. Сәлем апай. Жарайды. Енді кішкентай аю, сен неден қорқасың? Мен арадан қорқам. Ой, аралардан қорқасың, өйткені сен балды жақсы көресің, я? Я. Аралар сені не үшін шағатынын білесің бе? Білмеймін. Олар сені не үшін шағатынын мен білемін. Өйткені олар таңертеңнен кешке дейін еңбектеніп, гүлден гүлге қонып, бал жинайды. Ал сен бір сәтте ұяларын бұзып, олардың балын жеп алғың келеді. Олай болмайды. Біреудің еңбегін пайдаланып, оның жинаған азығын жеуге болмайды. Сондықтан да келесі жолы аралардың ұясынан бал ұрламауға тырыс. Жақсы ма? Жақсы. Жарайды, достар. Ал мен неден қорқатынымды білесіңдер ме? Жоқ. Қазір мен карантинде отырмын үйде. Далаға шығуға болмайды. Бірақ мен ойнағым келеді. Сонда да анам мен әкем маған түсіндіріп айтты. Карантин деген ол сенің денсаулығыңа керек. Егер сен далаға шықсаң, ауырып қалуың мүмкінсің деді. Біреулерден ауру жұқтыруың мүмкінсің. Сондықтан карантин кезінде үйде отыру керек, далаға шықпау керек. Я? Ендеше достар, тезірек карантин бітіп, далаға шығып ойнайтын күн тусын. Ал мен өздеріңмен қоштасамын. Егер сендер әлде бір нәрселерден қорқып жүрген болсаңыздар, міндетті түрде ата-анаңызға айтып сұраңыздар. Олар барлық сұрақтарға жауап біледі. Сондықтан еш нәрседен қорықпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңдар. Сау болыңдар.